Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Жуалы ауданы номер 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Таласбекова Гүлнұр Сагындыковна. Бүгінгі сабағымыз 3 сыныптың қазақ тілінен болмақ. Сабақтың тақырыбы су тіршілік көзі, бөлімі бойынша негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы судың да сұрауы бар екен түсіну. Қасиеттер: ысырапшылдыққа жол бермеу және үнемшілдік. Балалар, бүгін 5Т ережесіне бағынайық. Ол тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөз табы екен біз бұрыннан білеміз. Ал енді бүгінгі өтетініміз сын есімнің түрлері. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім тек түбірден жасалады. Мысалы, ұсақ, қалың, ақ, жаңа. Туынды сын есім түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, өнерлі, атақты, әдепті. Өнерлі түбірі өнер, оған лі жұрнаға жалғану арқылы жаңадан сөз туды. Атақты түбірі атақ, оған т жұрнақ жалғану арқылы атақты деген туынды сын есімге айналды. Әдепті түбірі әдеп, оған т жұрнағы жалғану арқылы әдепті деген туынды сын есім пайда болды. Енді оқулығымызды ашайық. 71 беттегі 5 жаттығу. 1. Өлеңді суреттердің көмегімен оқып шығамыз. 2. Сұрақтарға жауап жаз. Күн қандай? Аспан қандай? Аспанды қандай бұлт торлады? Берілген сын есімдердің түріне қарай 2 бағанға бөліп жазамыз. Мұнда негізгі сын есім және туынды сын есім. Әсерлі түбірі әсер, лі оған жалғанған жұрнақ, яғни бұл туынды сын есім болады. Жүйрік, мұнда тек түбір сөзден жасалынған жүйрік, бұл негізгі сын есім болады. Тұнық, бұл да негізгі сын есім. Ізгі, із түбірі г жұрнақ, ізгі, бұл туынды сын есім. Шөпті түбірі шөп, оған т жұрнағы жалғанып тұр. Бұл туынды сын есім. Биік, бұл тек түбір сөз, сондықтан негізгі сын есім. Әдемі, бұл түбір сөз, негізгі сын есім. Жаңа, бұл негізгі сын есім. Атақты, түбірі атақ, оған т жұрнаға жалғану арқылы атақты деген жаңа сөз туды. Бұл туынды сын есім. Ал енді балалар шығармашылық жұмыс жасайық. Суретке байқап қарасаңдар, суретте су бейнеленген. Не? Қандай? Қайтеді? Сөйлем және баламасы. Су деген сөзді Цинквейн әдісіне саламыз.
Балалар, енді аздап қана ойнайық. Ойлан және тап. Суды бекер, түнде су алуға, судың бетін ашық, лас су төккен жерді. Жарайсыңдар. Ал енді жасаған жұмыстарымызды табыс сатысы бойынша тез бағалап шығайық. Бүгін не білдіңдер? Олай болса, мен білемін деп жазамыз. Бүгін не түсіндіңдер? Мен түсіндім деп жазамыз. Бүгін не жасай алдыңдар? Нені жасай алмадыңдар? Міне, мен жасай аламын деген жерде нені дұрыс жасадыңдар? Соны жазамыз. Рефлексия. Өздерің бүгінгі жасаған жұмыстарың бойынша, егер саған сабақ ұнаса, барлық тапсырмаларды сәтті орындасаң, желкеніңді жасыл түспен боя. Егер қиындықтар болып, оларды жеңе білсең, желкенді сары түспен боя. Егер қатты қиналсаң, менің көмегім қажет болса, желкенді қызыл түспен боя. Назарларыңа рахмет. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.